Қайырлы кеш, құрметті көрермен, қайырлы кеш деп отырғанымыз бекер емес. Біз Қазақстан Сан-Марино кездесуінен кейін эфирге бірден шығуға тырысып отырмыз. Өйткені әрине Дания-Словения матчының қорытындысын күтсек те болатын еді, бірақ өзіміздің ұлттық құраманың жақсы нәтижесінен кейін бірден шолу жасап көруге тырысып отырмыз. Күткеніміздей 3 ұпайды қоржынға салдық, бірақ ол оңай болды ма? Міне осы тұрғысынан матчқа өзімізше келейік, ендеше бастайық. Шынында да қанша мәселе айтылғанмен де Магомед Атиев бұл жолы тактикалық өзгеріспен ақ таңғалдырды. 5-4-1 нұсқасы қолданылды. Бұл жерде әрине 3 орталық қорғаушы болғандықтан қапталдағы екі латеральдің жартылай қорғаушының функциясын мойнына алып, ортадағы бір жартылай қорғаушының қолын шешетіні әрине бірден белгілі болған жоқ. Сондықтан да біз негізгі құрам жарқырата қалғанда Шацкийді өз орнынан көріп, бірақ Нұралы Әліптің мүлде қосалқы құрамға да тіркелмегенін байқадық. Яғни бұл, былайша айтқанда, Магомед Атиев бапкердің Словениямен матчты бәрібір санасының бір түкпірінде ұстағанын көрсетеді. Өйткені біздің ұлттық құрамада орталық қорғаушылардың ішінде сол аяқпен ойнайтын осы жалғыз ғана Нұралы Әліп. Сондықтан да Зениттің негізгі қорғаушысын осылай келесі ойынға сақтау амалсыз іске асырылған сияқты көрінеді. Енді Әліптің орнына Марат Быстров жылжыды, Сергей Малый өзінің, яғни орталық қорғаныстың оң жағындағы позициясын иеленді. Бағдат Қайыров және Тимур Досмағамбетов қос қапталда. Бағдат Қайыровтың шығатыны алдын ала белгілі болып тұрды. Өйткені соңғы 2 ойында Бағдат негізгі құрамда ойнаған және өте жақсы ойнаған болатын. Сондықтан оның жалпы осы оң қапталды түгелдей мойнына алатын белгілі болып тұрды. Ал Тимур Досмағамбетов шыға ма, әлде Ян Вороговскийдің өзіне мүмкіндік беріле ме деген сұрақтың жауабына Атиевте біраз бас қатырған сияқты. Өйткені қалай дегенде де Ян Вороговскийді де тәжірибесіз, яғни ойынсыз қалдыруға болмайды деді. Ал және оны демалдыру қажеттігі де тұрған болатын. Сондықтан Тимур Досмағамбетовтің, яғни шабуылдай алатын қорғаушының шыққаны да бекерден бекер емес. Ал орталық алаңда негізі өз басым Абзал Бейсебектің шығатынына күмәнданған жоқпын, бірақ оның қасында Аслан Дарабаев шығу мүмкін еді деген ой болған еді. Бірақ кейін баспасөз мәслихатында мәлім болғандай, Аслан Дарабаев осы ойынның алдында жарақат алған және ойынға бір күн қалған кезде ғана негізгі жаттығушылар қатарына қосылған. Сондықтан оның бабының қандай екенін білмедім деп отырған Атиевтің бұл жердегі айтып отырғанда ешқандай да бір жасандылық жоқ деп білеміз. Сондықтан да Зуев, Бейсебеков, Оразов және Чесноков төрттігі шықты. Бұл жерде бапкердің бір жақсы қолданған амалы сол. Бірінші таймда тек артқы жартылай қорғаушы ретінде Абзал Бейсебековті пайдаланып отырды. Екінші таймда Рамазан Оразовты алмастырғаннан кейін Кеңесов сол позицияға шегініп ойнады. Яғни біздің орталық алаңға түсетін күшті былайша айтқанда тең бөлді. Бірақ тең бөлмеске де амал жоқ еді. Бұның амалдың қандай екенін әрине айтамыз. Ал шабуыл шебінде Абат Айымбетов. Бір есептен Абаттың толық матч өткізетініне өз басым сенімді болған жоқпын. Тіпті бір тәуекелге барып, осы Абаттың қасына Иван Свиридовті қосып қояр ма екен деген ой болған еді. Оның есесіне бапкер сол қапталға Зуевті шығарып, көбінше Зуевті де ортаға, яғни Тимур Досмағамбетов сол жақтан шабуылдағанда Зуевті ортаға жұмсап отырды. Бірақ бірден айтайық, матч біз күткендегідей болған жоқ. Осы тұрғыда көбірек тоқталайықшы. Шынында да есеп 3-1, былай қарасаң бәрі дұрыс. Өз қақпамызға гол жіберіп алды демесеңіз, жақсы, қалаған 3 ұпайымызды алдық. Бірақ ойын жалпы Қазақстан құрамасының қалағанындай өткен жоқ. Бұл бір есептен мынандай нәрсе. Біздің деңгейіміз Сан-Марино құрамасынан бәрібір жоғары. Яғни мұндай жағдайда футболдың тілімен айтқанда класспен жеңуге болады деген ой тұрады. Және Қазақстан құрамасы осы ойында дәл сол класспен жеңді. Әйтпесе Игорь Чесноковтың 2 голында қараңызшы, ол сондай бір тактикалық амалмен бір керемет комбинациялар арқылы салынған жоқ қой. Біріншісінде Зуев ойынның тізгінін қолға алды, бір қорғаушыны алдап өтіп алыс бұрышқа соққы жасады. Бенедиктини алып шықты, ал серпілген допты Чесноков күтіп алды да сол аяқпен әдемі мүлтіксіз соққы жасады. Бұл жерде қақпашы әрине бірінші соққыны тоқтатқаннан кейін екіншісін үлгермей қалды. Ешқандай физикалық тұрғыдан үлгере алмайтынын белгіледі. Ал екінші соққыда қарасаңыздар, Малый пас береді,
Чесноков таласады, ал сол жерде Абаттың көрінбейтін еңбегі бар. Яғни Абат дәл сол нүктеде тұрып өзіне қарай бір қорғаушыны тартпаса, онда Чесноковты екі қорғаушы жек қоятын еді. Ал Чесноков алды, тоқтатты және сол аяқпен бір тамаша соққы жасады. Яғни біз бұл тұрғыдан келген кезде өткен матчта Бахтияр Зайнутдиновтың, осы матчта Чесноковтың дублін көріп отырмыз. Яғни біздің командада былайша айтқанда бұл бір жақсы үрдіс болып келе жатыр. Демек, біз осы екі голда енді кездейсоқ дегім келмейді, бірақ бәрібір ойынның барысына сай соққан жоқпыз. Өйткені бірден агрессиялы ойын көрсете бастады Сан-Марино құрамасы, және шабуылға шабуылмен жауап беретіндей ойын көрсетті. Ең бастысы осының өзі біздің командаға кәдімгідей жаңалық болған сияқты. Өйткені былай айтқан кезде өткен турда Сан-Марино құрамасы Данияның қақпасына жеңіспеді, жауап қарымта гол соға алды, өз қақпасына жеңіс голын, даниялықтардың жеңіс голын 70-ші минутта жіберіп алса жақсы қарсыласты. Яғни бұл ұлттық құраманы қанша әуесқойлардан жасақталды дегеннің өзінде Еуропаның дәл жүрегінде отырған елдің өкілдері болғандықтан бәрібір жақсы ойнайтын көрініп тұрды. Екінші таймда тіпті біз осы қасымызда отырған әріптестерімізбен талдаған кезде Сан-Марино құрамасының физикалық дайындығы осынша жоғары болады деп күтпегенімізді айттық бір-бірімізге. Яғни 80-85 минуттарға дейін Сан-Марино құрамасы шабуылын тоқтатқан жоқ. Демек, бұл жерде сіз әлемдік рейтингте 207-ші орында тұрасыз ба, 98-ші орында тұрасыз ба, бәрібір қарсыластың аты қарсылас. Бұл жерде әрине Қазақстан құрамасы гол жіберіп алған сәт өте өкінішті болды. Бір қарағанда тәжірибелі қос ойыншы Малы мен Шацкийдің бір-бірін түсіне алмай қалған сәті. Және бұл жерде мынандай нәрсе. Шацкий қолмен ұмтылады, ал Малы болса аяқпен ұмтылады. Мұнда не істейді? Адам өзін сақтау үшін міндетті түрде аяқпен ұмтылған адамнан қорғанады. Яғни бұл жерде доптан ғана емес, аяқтан да қорғануға мәжбүр болды Шацкий. Бірақ серпілген допқа қорғаушылар бұрын жету керек еді. Осыны аңдып тұрған атында жаттап үлгермеген Сан-Маринолық ойыншы баспен тамаша гол соғып кетті. Бірақ жалпы ойынның тағдырына бұл голдың әсер етпегеніне былай айтқанда көңілімізде тоқ. Құрметті көрермен, осы естеріңізге салып кетейік, біздің осы шығарылымның демеушісі Фонбет компаниясы. Фонбетте ең жылдам төлемдер Қазақстан бойынша, содан кейін алғашқы тіркелген ойыншыларға 200 мың теңге бонус беріледі, және бұрыннан бар клиенттерге жақсы акциялар ұйымдастырылады. Мысалы, сіз Қазақстан құрамасының ойынына бәс тіксеңіз, сол ойын сақтандырылады, сол бәсіңіз сақтандырылады. Бірақ естеріңізге салайық, бұл бәс тігу дегеніңіз ешқандай да пайда табу емес, көңіл көтеру. Сондықтан төменгі сілтемеге өтіңізде өзіңіздің бәсіңізді тігіңіз, ойыннан ләззат алыңыз, және тағы да қайталаймыз, бәс тігу деген ең бастысы көңіл көтеру. Ең бастысы осы матчтың барысында, құрметті көрермен, өкінішке қарай біздің бапкер қалағандай емес өзгерістер жасауға тура келді. Ойынның 50-ші минутының басында Бағдат Қайыров жарақат алып қалды. Әрине бір оңайлау жарақат шығар деп үміттенген едік. Өкінішке қарай Бағдат Қайыров келесі ойындарға қатыса алмайтыны белгілі болып отыр. Келесі ойын дегенде шешуші бір ойын қылды, одан кейін енді желтоқсанның ортасында қатармен жолдастық кездесу болатын шығар, бірақ ол кезде әрине басқа ойыншыларды сынап көруге мүмкіндік бар. Демек, біздің бас бапкер осы тұрғыдан келген кезде ойынға өзі қаламаған өзгерістер жасауға тура келді. Мысалы, егер Бағдатты Қайыров жарақаттанбаған жағдайда, оның орнына Еркін Тапаловты шығаратын бет, шығармайтын бет деген мәселе тұрады. Сондай-ақ артқы жартылай қорғаушы ретінде осы ойында тіпті Әлібек Қасымды сынап көргісі келгенін, екінші таймда Абат Айымбетовтің қасына Иван Свиридовті шығарып көргісі келгенін бас бапкер ойыннан кейінгі мәслихатта айтты. Демек, өмір біздің қалағанымыздай бола бермейді. Бірақ осыған орай бапкердің тез арада реакция білдіріп, қажетті ойыншыларды шығара білгенінде жақсы аңғарылды. Және ең бастысы Лев Скворцов, Бағдат Қайыровтың орнына шыққан ойыншы, жалпы үлкен ойындарға өзінің дайын екенін аңғартқан сияқты. Әрине кішкене салмақ қосып алыпты, анау-мынау деген сияқты әңгімелер болып жатыр. Бірақ жалпы негізгі осы Ян Вороговский шыққанша негізгі жүкті біздің Қазақстан құрамасы қорғаныстың, яғни шабуылдың оң қапталына ойыстырды да, бұл жерде оң қапталдан Скворцов шабуылдан сәтте Чесноковтың ортаға келуіне және Зуевтің де ортаға келуіне мүмкіндік болды. Яғни бұл тұста Рамазан Оразов алаңнан кеткеннен кейін
Арман Кеңестің шегіне ойнауына мүмкіндік болды. Және ең бастысы кішкене бәрібір қанша біз Сан Мариномен ойнап жатырмыз деген күннің өзінде ойыншылардың да, жанкүйерлердің де, вип қонақтардың да, жалпы ресми тұлғалардың да осы футболды ұйымдастыратын, ойынды ұйымдастыратын бәрінің санасының түпкірінде Словениямен ойнап тұрғаны күмәнсіз. Сондықтан енді әрине бапкердің осы тұрғысынан келгенде Абзал Бейсебековті ойынға толықтай қосқаны кішкене ауырлау екенін өзі де мойындады. Өйткені шамамен бір 70 минут ойнатып, Абзалды келесі ойынға сақтағысы келгендей екен. Бірақ жағдай осылай болды. Яғни Қайыровтың бір ғана жарақаты, былайша айтқанда, бүкіл біздің құраманың ойынына түгелдей өзгеріс жасауға мүмкіндік емес, мәжбүрлік туындатып отыр. Ал Ян Вараговскийдің соңғы 30 минутқа шығатыны алдын ала белгілі болған екен. Демек, бұл тұрғыдан келген кезде Қазақстан құрамасының айып алаңына, қарсыластың айып алаңына комбинациялық футболмен кіруінің мүлде жоқтығын мойындауымыз керек. Бұл әрине үлкен бір қауіп немесе үлкен бір сын қатер деп айтудың да қажеті бола қоймас. Бірақ жаңағы осы шолуымыз басталған сәттегі ойды қайталаймыз. Қазақстан құрамасы ең бірінші өзінің қарсыласынан, яғни шеберлігі, классы жоғары болған сәтте нәтижеге жетуге ақырындап үйреніп келе жатыр. Және екіншіден Қазақстан құрамасы қысымнан шығып үйреніп келе жатыр. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Біз мысалы жаңағы Сан Марино құрамасынан гол жіберіп болған сәтте мысалы екінші голдың да соғылу мүмкіндігі төмен болды деп айта алмаймыз. Бірақ осы қысымның бәріне шыдап берді. Ең бастысы мәселе мынандай. Біздің құрама бір жақсысы әр позицияда немесе әрбір жауапты сәтте жауапкершілікті мойнына алатын футболшылар бар екен. Мысалы кеше ойынның алдында стандарттарды кім орындайды деген сұрақ туындады. Сөйтіп еді Қазақстан құрамасының қасында жүретін журналистер атап айтқанда Сейіл Қожатай айтты, мүмкін менің байқауымша Рамазан Оразов орындау мүмкін деді. Бірақ ойынның барысында байқағанымыздай Рамазан алаңда бар кезде Тимур Досмағамбетов орындады. Рамазан кеткеннен кейін ол шаруаның бәрін мойнына Арман Кеңесов алды. Көрдіңіздер ме? Демек, Асқат Тағыберген немесе Бахтияр Зайнуддинов жоқ болған күннің өзінде стандарт орындайтын адамдар бар. Екіншіден пенальти. Осы пенальтиге қатысты бір жақсы ой айтқым келеді, құрметті көрермен. Қазақстан құрамасы осы іріктеу циклында 3 пенальти соқты және үшеуі де ойынға тікелей әсер етті. Даниямен ойында өздеріңіз білесіздер. Бахтияр Зайнуддинов, Финляндиямен ойында Бахтияр Зайнуддинов, Асқат Тағыбергеннің әрине Сан Мариноға соққан пенальтиін есептемей қойсақ болады. Өйткені ол былайша айтқанда ойынның біздің жеңісіміз нықтай түскен пенальти болды. Енді осы 4 пенальтидің үшеуі бізге варда қайта тамашалап көру арқылы белгіленді және ойынға тікелей әсер етті. Арман Кеңесовтің екінші таймда алаңға шығып қана қоймай, осы пенальтиге жол ашқанын да білеміз. Бірақ осы тұста кішкене австриялық бапкерге де сын айтуға болады. Сан Марино құрамасының ойыншысы құлап жатыр, ал біздің жігіттер шабуылдап жатыр. Сол жерде шынында соңына дейін эпизодты ойнатып күткені бізге жақсы болды, пенальти белгіленді. Бірақ ойынның соңында дәл осы эпизод үшін Фабрицио Константин, яғни Сан Марино құрамасының бапкері, төрешіге осы үшін де кішкене өзінің ренішін білдірген сияқты. Бірақ тағы да қайталап айтамыз, ең бастысы ойынның нәтижесі қалады, ойынның қалай өткені тарихта қалмайды. Ал енді өз басыма шынында да пенальтиді Абаттың тебуге тәуекел еткені кішкене жаңалық болды. Өйткені Абат Қайратта жүрген сәтте, сондай-ақ Астанаға ауысқан сәтте де осы пенальтиден қателескен еді. Сондықтан соңғы 2 жылда менің ойымша Абат Айымбет пенальти орындаған жоқ. Сондықтан бұл үлкен тәуекел болды. Және өз ойын соңынан кейін сұхбатында мен мейлінше қатты тебуге тырыстым, өзім өте сенімді болдым деді. Шынында да ол кезде қатты қарқынмен теппесе, Бенедиктини қақпашы тура қолтығының астынан өткен допқа бұрын жететін еді. Сондықтан бұл да бір үлкен тәуекел болды деп есептеймін. Және осы іріктеу циклындағы 4 пенальтиді біздің жігіттер өте мүлтіксіз істеп отыр. Және ең бастысы осы Абат Айымбетов пенальти соққаннан кейін біз былай арқамыздан жүк түскендей аса қиын қалыптасқан матчтың өзінде бір жеңіл демалып сала берген сәтіміз болды. Бірақ бір ойымыз айтады, қанша жылдық жанкүйерлік ойымыз айтады. Бұл Сан Мариномен ойын біздің көп күшімізді алып қойды. Әрине Нұралы Әліп шығады келесі матчқа, орталық қорғанысқа енді Марат Быстыров оң қапталға, яғни Сергей Малыйдың позициясына ауысатын шығар. Сондай-ақ сол қапталға, шабуылдаушы қапталға Ян Вараговский оралатын шығар. Бірақ бас бапкер
Магомед Әдиев айтып өтпекші, Қазақстан құрамасында бір саңылау пайда болса, соны жамап жасқауға тура келетінін тағы да көріп отырмыз. Ең бастысы, Әдиевтің қоластында 17-18 футболшы бар. Дәл сол футболшылардың толықтай мүмкіндігін пайдаланып келе жатыр. Және осы келесі матчқа мысалы енді 2 гол соққан Чесноковты айтпай болмайды. Мысалы Чесноков ұлттық құрама сапында 3 ойын өткізді, 2 гол болды. Өте тамаша көрсеткіш, және бүгінгі матчтың тағдырын сол Чесноковтың шеберлігі, жеке шеберлігі шешті деуімізге болады. Бірінші гол соққан сәтте ол тура қажет нүктеден табыла кетті, және өзіне ыңғайлы сол аяқпен тамаша соққы бағыттады. Бұл жерде ол допты тоқтатып алып, айналасынан пас беретін адам іздесе, тіпті жағдайды одан ары жақсартуға тырысса да болатын еді, бірақ тәуекелге барды. Осы тәуекел ақталды. Екінші гол соққан сәтте, тіпті дәл сол сәтте Қазақстан құрамасы былайша айтқанда қауіпті сәт тудырады деп ешкім де ойлаған жоқ еді. Демек, Чесноковтың жалпы жеке шеберлігі бұл жерде ойынның тағдырын шешті десек болады. Және осы матч, осы гол жеңіс голы болып есептелді. Демек, жаңа ойынның басында шолудың басында өткен ойға қайта ораламыз. Қазақстан құрамасы өзіне аса ауыр қалыптасып жатқан матчтың өзінде осындай бір арасынан бір жалт еткізген жақсы жарқыл таба алатындай дәрежеге көтерілген екен. Әрине, Абат Айымбек пенальтиге гол соққан сәтте капитан Асхат Тағыбергенде өзінің кішкентай қызының барып құшақтап алғаны, бетінен сүйгені, Нұралы Әліптің балаша қуанғаны, одан кейінгі біздің жігіттердің көңіл-күйі бәрі жақсы әсер етті. Дегенмен, әрине біз Словения Қазақстан матчына бәрібір алаңдаймыз. Бұл матчтан кейін әрине жігіттердің мейлінше тез арада қалпына келуі, аздаған жарақаттарын толықтай емдеуі, ең бастысы жақсы демалып алу, ең бастысы психологиялық тұрғыдан жүкті бастарынан алып тастаған дұрыс. Өйткені Еуропа чемпионатынан 2 финалымыз бар деген еді. Сол бір финалды аса көрнексіз болса да өте жақсы өткөрдік. Енді шынында да Словенияда жақсы матч күтіп тұр деп есептейік. Сондықтан жігіттерге сенеміз. Жанкүйерлердің де осы жолы тағы да рекорд жасағанын көріп отырмыз. Бұған дейінгі рекорд 30.016, әлде 18 адам болған еді. Бүгін 30.100 адам жиналғанын айтып отыр. Бұл да жанкүйерлердің үлкен махаббаты. Ақтөбе, Атырау, Ақтау, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Түркістан облысы бәрінен жиналған жанкүйерлер біздің бүгін жігіттерге керемет дем берді деп есептейміз. Осы рухта ары қарай жалғастыра берейік. Қазақстан құрамасы 18 ұпай жинады. Бұл бізде бұрын соңды болмаған тамаша табыс, бірақ оның өзін азырқанып отырмыз. Және ең бастысы келесі матчта бізге меніңше жеңіс керек. Қалайда жеңіс керек. Сондықтан осы келесі бір шолуымызды үлкен қуанышпен, үлкен бір сіздер үшін және біздер үшін сүйінші жаңалықпен айтсақ жақсы болатын еді. Ендеше сол күндерде жолығайық. Аман сау болыңыздар.